сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі видеомызда біз осындай спортивкіге замок салуды көрсететін боламын. Міне, мен қазір замокты бірінші спортивкіге булавка арқылы қыстырып шығамын. Сіздер де дәл осы видеодағыдай қайталаңыздар. Замокты теріс бетін қаратып, спортивкіге булавка қыстырып, мойын бөлігіне дейін қыстырып шығыңыз. Міне, енді біз лапкасын ауыстыратын боламыз. Міне, арнайы замок салуға арналған лапка. Осыны қазір саламын. Сол кезде біздің лапкамызге замок тиіп кедергі жасамайтын болады. Міне, бірінші строчка. Закрепка жіберіңіздер. Инені алып тастаңыз. Закрепка жіберіңіз. Инені алып тастап, ақырын тігіс жүргізіп шығамыз. Замокқа жақын тұрыңыз. Конечный тағы да закрепка жіберіңіз. Енді замоктың екінші бөлігі. Спортивканың екінші жағына замокты жаңағыдай қайтадан булавка арқылы қыстырып шығамыз. Артық жерін қазір қырықпай тұрамыз. Енді замокты тігуді бастаймыз. Замокты тігіп болғаннан соң екеуін жауып көруіміз керек. Өйткені мойын бөліктегі линиялар бір-біріне сәйкес келу керек. Енді ұшын қырқылап тастаймыз. Енді осы қақылған жерін тағы да бір булавка қыстырып, закрепка жіберіп, оны да бір қайталап тігеміз. Екінші жағында дәл солай. Енді үстінен бір строчка жүргізу керек. Лапканы ауыстырып, түзу тігіс жүргізіп шығамыз. Ең соңында закрепка жіберіңіз. Екінші жағын дәл солай қайталаңыз. Екінші жағын үстінен бастырып, тағы да бір тігіс жүргізіп шығамыз. Міне осымен бүгінгі сабағымыз тәмам болды. Видеоңызға лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош аман болыңыз.